Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге мультиваркада дайындалатын дәмді тауық сорпасын пісіретін боламыз. Мультиваркада піскен кез келген сорпа ерекше өте дәмді болып шығады. Ең алдымен тауығымызды жақсылап жуып, бірнеше бөлікке турап аламыз. Мен тауықтың жарты бөлігін қолданамын. Барлық ингредиенттерімізді турап дайындап қойдым. Бұл жерде жарты тауық еті, картоп, морковь, жуа, чеснок, дәміне қарай тұз, бұрыш және де сұйық май. Енді мультиваркамызды қосып дайындап аламыз. Меню деген кнопкасын баса отыра жарқа дегенге қойып, старт басамыз. Сол кезде ғана біздің мультиваркамыз қыза бастайды және де жарқамыз 15 минут деп тұрады. Өзіңіз білесіз, 10 минутта немесе 5 минутта сәл ғана біз ингредиенттерімізді қуырып аламыз. Аздаған сұйық май құйып, чесногымызды салып, қуырып аламыз. Майды көп құймаңыздар, сәл ғана құйсаңыздар жеткілікті. Чесногымыз қуырылғаннан кейін пиязымызды салып, оны да сәл қуырамыз. Содан соң тауығымызды да салып, оны да аздап қуырамыз. Енді морковь, картопты да осының үстіне жібереміз. Сәл ғана араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышымыз салып, араластырып аламыз. Енді осының үстіне мультиваркамыздың ыдысының белгісіне дейін су құямыз. Кішкене араластырып жібереміз. Қақпағымызды жауып, жарқа бізде 2 минуттай қалған екен. Отмена басып өшіріп тастаймыз. Содан соң менюімізді басып, супы дегенге барамыз. Супы бізде 1 сағат көлемінде піседі. Старт басамыз. Старт басқан кезде супымыз пісе бастайды. Кез келген уақытта мен мультиварканың қақпағын ашып, яғни қайнаған кезде көбігін аламын және де дәміне қарай тұз саламын. Міндетті түрде сорпамыздың тұзын қарау керек. Және де мультиваркамыздың сағаты 50 минут көрсеткен кезде, яғни пісуіне 10 минут қалған кезде кеспемізді саламыз. Немесе кез келген макарон сала беруге болады. Сорпамыз ровно 1 сағатта пісіп шығады. Қалаларыңызша ас көкпен әдемілеуге болады. Мультиваркада піскен кез келген сорпа дәмінде бір ерекше дәм болады. Жақындарыңызды қуантып, міндетті түрде дайындап беріңіздер.